Сәлем оқушым, қалың қалай? Бұл видеода біз сенімен күрделі иррационалды теңдеулерді шығаратын боламыз. Сол себепті бұл видеоны соңына дейін қарап, сыныптастарымен бөлісіп қой. Егер де қосымша сұрақтар болса, комментарийға жазсаң болады. Сонымен бастайық. Мына есепті шығарайық. Давайте бұл есепті шығару барысында жаңа айнымалы әдісін қолданайық. 10 минус x квадратты а деп белгілейік. А мен x квадраттың орнына ауыстырайық. Яғни мен мына 10 минус x квадраттың орнына аны x квадраттың орнына 10 минус аны қоятын боламын. Бұл жерде ММЖ-сында тауып алайық. Яғни ММЖ ережесі түбірдің астында, жұп дәрежелі түбірдің астында әрдайым 10 сан немесе 0 тұру керек деген. Яғни екеуіне табайық. 10 минус x квадраттым 0-ден үлкеніне тең болу керек. Мына жақта x квадрат плюс 3-ім 0-ден үлкеніне тең болу керек. Мына жақтан былай жазып қояйық. Так, x квадрат кішіне тең 10-нан, x квадрат үлкеніне тең минус 3-тен. Осы жерден қазір бақылайтын боламыз. Әзірше осылай жазып қояйық, сосын қазір есептің сонда барлығы түсінікті болады. Так, кеттік, түбір асты а қосылған түбір асты 10 минус а қосылған 3 тең 5. Түбір асты а қосылған түбір асты 13 минус а тең 5. Екі жағын квадраттаймын. Сонда түбір астының квадраты а қосылған 2, түбір асты а көбейтілген 13 минус а, қосылған 13 минус а, тең 5-дің квадраты 25. Минус а мен а жойылады. 2, түбір асты жақшаны ашатын болсам 13 а минус а квадрат, 13 25-тен минус болып барады, сонда 12 қалады. Екі жағын 2-ке бөлем. Түбір асты 13 а минус а квадрат тең 6. Тағы да квадраттайық. Сонда 13 а минус а квадрат тең 36. Теңдеудің сол жағын 10 жағына көшірейік. Сонда көшіргенде бізде а квадрат минус 13а плюс 36 деген шығады екен. Бұл жерді мен екі көбейткіштерге жүктеймін. 36-ға бөлінетін сандар ол 4 пен 9. Минус 4-ке минус 9-ы көтсем 36, қосатын болсам минус 13 беріліп тұр. Окей, енді мына жерден аны табайық. Аның орнына қандай сан қойсам, жақша 0-ге айналады. 4-ті қойсам. Мына жерге аның орнына қандай санды қойсам, жақша 0-ге айналады. 9-ді қойсам. Сонда түбірі 4 пен 9. Бұны алып, мұна аның орнына қоямын. Так, 10 минус x квадрат тең, бізде бірінші 4-ке тең. Келесі 10 минус x квадрат тең 9-ға. 10-ды мына жаққа көшірейік. Минус x квадрат тең минус 6 болады. Минустар жойылады. X квадрат тең 6-ға. X тең плюс минус 6-ға. Мына жақта 10, 9 минус 9 болады. X квадрат 1 тең x квадрат. X тең плюс минус 1-ге. Бізде 4 жауап шықты. Ол плюс минус 1 және де плюс минус түбір асты 6. Оны жауапқа алу үшін тексеріп алайық. X квадраттың орнына 6-ны қойсақ, түбірдің астынан 10 сан шығама. Мен жерге 6-ны қоятын болсам 4 шығады, мен жерге 6-ны қоятын болсам 9 шығады. 2 плюс сан шығып тұр, демек мына мәндер қалады. Так, x квадраттың орнына 1-ді қойып көрейік. 10-нан 1-ді азайтам 9. Можно. 1-ге 3-ті қоям 4. Можно. Демек 10 сан шығып тұр, демек 1-де қалады. Жауабы плюс минус 1 мен плюс минус түбір асты 6 болады екен. Келесі осыған ұқсас келесі екінші есепті шығарып көрейік. Бұл жерде де анықтап қарасаңыздар, екі түбір бірдей сияқты, бірақ кері бөлшекпен беріліп тұр. Бұл жерде де жаңа айнымалын қолданамыз. 7-ші түбір асты 5 минус x бөлінген x плюс 3-ті а деп аламын. Олай болса, 7 түбір асты x плюс 3 5 минус x-ті 1 бөлінген а деп алсам болады. Бұл жерде бізге ММЖ керек емес, себебі бізде тақ дәрежелі түбірдің астында 10 сан тұрса болады, теріс сан тұрса болады, 0 де тұрса болады. Яғни ешқандай ММЖ тауып керек емес. Мынаның орнына мен аны қоям, қосам 1 бөлінген а тең 2-ге. Ортақ бөлім адан берейік. Аның квадраты қосам 1 тең 2а. Аның квадраты минус 2а плюс 1 тең 0. Мен мына жерден қысқаша көбейту формуласын көріп тұрмын. Қандай? А минус 1-дің квадраты. Дұрыс қой. Осы квадратпен ашатын болсақ, мына өрнек шығады. Енді түбірін тауып алайық. Аның орнына қандай сан қойғанда жақша 0-ге айналады? Аның орнына 1-ді қойсам, жақша 0 болып кетеді, демек түбірі 1-ге тең. Бұл аны алып, мына жерге қоямын. 7-ші түбір асты 5 минус x плюс 3
тең 1-ге. Екі жағын 7 дәрежеге аламын. Түбірлер жойылады. 5 минус x, x плюс 3 тең 1-ге. Бұл жердегі x минус 3-ке тең емес. Себебі минус 3-ті қойсам, бөлшек 0 болады да. Ол 0 бұл шықса математиканың заңдылығы бұзылады. Өйткені санды 0-ге бөлуге болмайды. Енді x плюс 3-ті мына жаққа қойып жіберем. 5 минус x тең x плюс 3. 5, 3-ті минус 3 етіп көшірем. X минус x-ті плюс x етіп. 2 тең 2x-қа, x тең 1-ге. Сонда жауабы 1 деген шығады екен. Есеп түсінікті болса, комментарийға реакция қалдырып кетіңіздер. Келесі, мына есепті шығарайық. Бұл есепте бізде кубтық түбір беріліп тұр екен. Мына жерде былай жасайық. Кубтық түбір асты 5x плюс 7-ні жазып қоямын. Тең 1. Мына кубты екінші жаққа плюспен көшірейік. Енді бұл жерде екі жағын кубтап жіберейік. Қарап тұрсаңыздар, бұл есепке ММЖ керек емес. Себебі кубтық тағы да тақ дәрежелі, тақ дәрежелінің астында плюс та, минус та сан тұра береді. Екі жағын кубтаймын. Кубтағанда, мына жақта кубтар түбірмен қысқарады да 5x плюс 7-ні береді жойылып. Мына жақта енді қараңыздар, біздер a плюс b кубтың формуласын қолданамыз. Ол бізде a куб қосылған b куб қосылған 3ab a плюс b. Осы формулаға салам. Яғни 1-дің кубы қосам кубтық 5x минус 12-ның кубы. Қосам 3 көбейтілген 1, көбейтілген кубтық 5x минус 12. Көбейтілген 1, қосылған кубтық 5x минус 12. Осылай жазып аламын. Так, 5x плюс 7 тең 1, қосылған қысқарады 5x минус 12. Қосам 3, кубтық түбір асты 5x минус 12. Жақшаның ішінде 1, қосылған кубтық 5x минус 12. Мына жақта 5x пен 5x жойылады. 7 тең 1 минус 12 минус 11. Қосылған кубтық 5x минус 12. 1 плюс кубтық 5x минус 12 деген шығады екен. Осы жерде мен жаңа айнымалы қолданғым келіп тұр. Яғни кубтық 5x минус 12-ні a деп аламын. Сонда, так, минус 11-ді плюс 11 етіп көшірсем 18 тең 3a 1 қосылған a. 3-ке бөл жіберейік. 6 тең a 1 қосам a. Жақшаны ашайық. a қосылған a квадрат тең 6-ға. a квадрат плюс a минус 6-ға тең 0. Көбейткіштерге жіктесек, бұл бізде a плюс 3 пен a минус 2-ның көбейтіндісі. Яғни 3-ті минус 2-ге өтсем минус 6, 3-ке минус 2-ні алсам плюс 1-ді береді. Мына жердің түбірі бізде минус 3-ге тең, мына жердің түбірі 2-ге тең. Аларды таптым, бұларды алып мына аның орнына қоям. Яғни кубтық 5x минус 12 тең минус 3-ке, кубтық 5x минус 12 тең 2-ге. Екі жағын кубтайым. Жойылады 5x минус 12 тең минус 27. 5x тең минус 15. X тең болады минус 3-ке. Бірінші түбір шықты. Келесі тағы да кубтайық. 5x минус 12 тең 8-ге. 5x тең 20-ға. X тең 4-ге. Екінші түбір шықты. Сонда жауабы минус 3 пен 4 деген жауап болады екен. Тура осы есепті сіздер миыларыңызға сақтау үшін тура осыған ұқсас мысал шығаруларыңыз керек. Сол себепті сіздерге мына 4-ші есепті өздеріңізге беремін. Бұны шығарып, комментарийға жауабын жазып жіберіңіздер, көрейік кім дұрыс шығарды екен. Келесі 5-ші есепті шығарайық. Бұл жерде де қысқаша көбейту формуласын қолдансақ болады. Так, ММЖ-сына келетін болсақ, яғни мүмкін мәндер жиыны. Жұп дәрежелі түбірдің астында 10 сан және 0 тұрса ғана болады. Ал бізде мына жерде әрдайым 10 сан тұрады. Неге? Себебі x квадрат, кез келген санның квадраты 10 санды береді ғой. 10 санға 20-ны қоссаңда 10 сан шығады. Сол себепті бұл жерде ММЖ тауып керек емес. Кеттік енді есепті шығарайық. Жаңа айнымалымен шығарғым келіп тұр. Түбір асты x квадрат плюс 20-ны a деймін. Екі жағын квадраттайым.
или астыңғы жағына квадраттайық, квадраттап деп мына жаққа жазайық. X квадрат плюс 20 тең а квадратқа, x квадрат тең а квадрат минус 20-ға. Демек, мен мына x квадраттың орнына а квадрат минус 20-ны қоям. Плюс түбір x квадрат плюс 20-ның орнына а-ны қоям. Тең 22. Бұл квадрат теңде бұны біз шығарамыз. А квадрат плюс а 22 келет минус 42. Ветпен шығап көрейік. А1 қосам А2 минус 1-ге тең. А1 көбейтем А2 минус 42-ге тең. А1 тең болады минус 7-ге, А2 тең болады 6-ға. Көбейткеннен минус 42, қосқанда минус 1-ді береді. Бұл аларды алып, енді мұна аның орнына қоям. Яғни түбір асты x квадрат плюс 20 тең минус 7-ге, түбір асты x квадрат плюс 20 тең 6-ға. Мына жақта біз білеміз, түбірден ешқашан теріс сан шықпайды, сондықтан бұны тең емес деп аламыз. Мына жақта екі жағын квадраттайм. X квадрат плюс 20 тең 36-ға, x квадрат тең 16-ға, x тең плюс минус 4-ке. Сонда жауабы x-ім плюс минус 4-ке тең болады екен. Тағы қандай тақырыптарда есептер талдағыларыңыз келеді, комментарийға жазып жіберсеңіздер болады. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Дария апай, келесі видеода кездескенше.